Бауыржан Момышұлының әйелдері туралы әңгімесінен. Менің шығарған бір өлеңім бар. Ол өзім батыр жазушы атағым бар, көп қатын алды деген шатағым бар. Бірінші әйелім Бибіжамал Мұхан қызы Момыш келіні менен 2 ақ жас кіші еді. Өзі ақ сары сұлу кісі болатын. Байын күте білетін, үйін ұстай білетін дастарханды кісі еді. Сол кісіден тұңғыш балам Бақытжан Момышұлы Бауыржанович туды. Ұлы Отан соғысы басталғанда ол кісінің аяғы ауыр еді. Соғысқа қашан жүрер-жүрмесімізді білмей жүргенде ол Талғарға келді. Жақында аттана қоймаспыз, сен ауылға барғын, дедім мен. Сол тілімді алып ол 2-3 күннен кейін ауылға аттанды. Өзі сұлу, қарны қампиған, соғыс басталған ауылдағы ағайын туыстарым: "Қарағым, жақсы келіпсің" деп жақсы қарсы алыпты. Көтпеген жерден эшелонға теліп майданға аттандық. Өзім эшелондамын, қатыным ауылда. Қоштасқан да жоқпыз. Бурныйдан өтіп бара жатқанда қарадым. Сол күні базар күні екен, жексенбі. Мені өтіп барады деп ойламаған қатынымның сыртынан ғана көрдім. "Ей, пәлен түген деуге уақыт жоқ", пойыз зыр етіп өте шықты. "Қайта көремін бе, көрмеймін бе сені" деп бармағымды тістеп өтіп кеттім. Сол маған үлкен әсер етті. Содан бара соғысқа кірістік. 5 рет қоршауды бұзып шықтым. Начальник штабым татар жігіті Хаби Рахимов еді. Ол туралы кітабымда жазғанмын. Соған бір күні кешке отырып сырымды айттым. "Хаби, мен әкеден жалғыз едім. Мен соғысқа аттанғанда әйелім жүкті қалып еді. Қыз болама, ол болама, әйтеуір тұқым ғой. Өзің көріп жүрсің, менің артықтары да кемдері де өліп жатыр. Соғыста менің бір арманым осы октябрьдің басында жеңгең босануы керек. Соның кім екенін біліп кетсем, арманым болмас еді." "Хаби Рахимов, ақсақал", деп шошына сөйледі. "Менің де әйелім бар кісімін ғой, бірақ келініңіз 2 қабат емес еді. Сізді Құдай сақтасын, тілегім сол. Жақында ұл ма қыз ба хабар алармыз, соны күтейік" деді. "Ниетіңе рахмет қарағым", дедім мен. 4 ай өтті, хабар жоқ, хат алмаймыз. 5-ші айда Рахимов, старший лейтенантымыз: Сүйінші ақсақал" деп жүгіріп келді алдыма. "Жеңгем ұл туыпты, міне, хат алдым" деп маған хатын көрсетті. "Рахмет айналайын" деп хатты оқыдым. Хатта: "Баукетай, көптен бері хабар алыспадық қой. Сен неге хат жазбайсың? Аман есенсің ба? Бізде түнде ұйқы, күндіз күлкі жоқ. 3 октябрьде ұл таптым. Атын кім қоямыз деп қатты қиналдық. Тәтем: Бақытжан қойыңдар атын. Бір жағы әкесінің аты Бауыржанға ұқсас, екінші жағы Бақытты болсын" деді. Сөйтіп балаңның атын Бақытжан қойдық. 40 жыл қырғында ажалды өледі дейді қазақ. Сен аман қайтсаң, ең үлкен бақытымыз сол. Балаңның көтін иіскеп жалап жатырмын" деп бітіріпті. Божановты шақырып алдым. "Мә, оқы мынаны" деп хатты ұсындым оған. Ол оқып шықты дағы қатты қуанып кетті. "Той істеймін, ақсақал, той істеймін" деп айқай салды. Мен үн қатқан жоқпын. Кешке таман күтпеген жерден қайдан тапқанын білмеймін. Бір қойды сойып, қазақша 5 бармақ істеп, 3-4 бөтелке арағы бар күллі штабты шақырыпты кешкі асқа. Ол кезде менің арақ ішпейтін кезім. Ырым ретінде дәмін таттым да рюмканы қоя салдым. Отырған жігіттер рюмкаларын қағып-қағып салды да 5 бармақты жайпап жіберді. Бақытжан Момышұлы туралы бірінші есткен хабарым осы. Бақытжаннан бөлек бірінші әйелімнен Шолпан есімді қыз балам болды. Алайда Алматы аймағы ауылдарының бірінде келіншегімді қонаққа шақырып, ондағылар тау ішінде батырдың қызы деп Шолпанымды атқа мінгізіпті. Онысы атақты Сайгүлік екен. Жазмыш па, содан құлаған ғой. Содан мертігіп қайтыс болды. Солайша арада бірнеше жыл өтіп, Бибіжамалдан көңілім қалды. Бақытжан ұлым 16-ға толған кезде біздің жолымыз 2-ге айырылды. Солай жүріп, еңбек сіңірген өнер қайраткері Вера Павловна Строеваға үйлендім. Ол кісі менен 7 жас үлкен еді. Өте реңді, сұлу кісі еді. Мен десе жаны қалмай тұғын. Менің сөзімді пайғамбардың сөзіндей көретін. Жазғандарымның бір сөйлемін қалдырмай оқитын. Ол кісі
маған әйел бола білді. Менің әдебиетке енуіме де сол кісі түрткі болды. Ол кісі менің ұстазым. Сол себепті мен «Наша семья» кітабыма Вера Павловне Строевой, чьи критические замечания и советы помогли мне больше, чем она подозревает, деп эпиграф жаздым. Бір күні Мәскеудегі Чайковскийдің залына бардым. Выступает студентка института имени Гнесиных Клавдия Григорьевна Коркина, деп жариялады жетекші. Тал шыбықтай, 18-19-дардағы бота көз, қара шаш, бұрымы тоқпақтай бір сұлу қыз шыға келді. Безенің кавалера Карменнен оңдыртпай соқты. Мен алдал болып есімнен адаса жаздадым. Концерт біткеннен кейін іздеп барып таптым. Екеуміздің көңіліміз жарасып қалды. Бір күн түнеп шыққаннан кейін есімнен шығып кетті. Московский государственный университеттің алдында келе жатыр едім. Ломоносовтың ескерткішінің алдында тұр екен. Қарсы алдымнан қарны қампиған жас келіншек шыға келді. Шырамытамын, бірақ қайда көргенім есімде жоқ. «Неужели вы не узнаете меня? Я ведь забеременела от вас». Не құларымды, не жыларымды білместен қатты сасып қалдым. «Саспаңыз, полковник, әкем әлде қашан өлген кісі еді, шешем жақында ғана өлді. Мен жалғызбын әзір. Мен цыганкамын, жалғыз болғым келмейді. Я благодарю вас, полковник. Мен сізден жүктімін, демек жалғыз емеспін», деді. «Я вас поздравляю, Клавдия Григорьевна», дедім мен. «Благодарю вас, полковник. Я не думала, что вы такой добрый человек». «Что вы, Клавдия Григорьевна, будет ли мальчик или девочка? Я отец, а вы мать», дедім мен. «Еще раз благодарю вас, полковник», деді ол. «Жүріңіз кафеге, бір шынайы қара кофе ішейік», дедім мен. «С удовольствием, полковник. Я так чувствую себя одинокая. Благодарю вас, полковник», деді ол. 1947 жылы 16 қыркүйекте қыз бала туылды. Мен босану үйіне бардым. Әкесі ретінде босану үйінен қызымды алып шықтым. Үйге алып келдім. Әлі күнге дейін материалдық және моральдық тұрғыдан оған көмектесемін. Клавдия Григорьевна Гнесина атындағы институтты бітіріп, Всесоюзный радиокомитеттің бас редакторы болды. Ал Елена Бауыржанова болса 22 жаста Москва педагогикалық институтының драматургия факультетінде оқиды. Мен Калининадағы военная академияда аға оқытушы болғанымда Мәскеуге жиі баратынмын. Сонда профессор Великанова Изабелла Ивановнаның үйіне тоқтайтынмын. Бірде мен жаңа жыл уақытында Изабелла Ивановнаның үйіне бардым. Барсам, шет тілдер институтының аспиранткалары жүр екен. Ішінде қазақ қызы Бақытжамал Қалыбековна бар екен. Алғаш рет мен онымен сонда таныстым. Бірнеше айлар өтті. 1 мамырға қарсы ол маған Калининаға хабарласып, жолығуымызды өтінді. Мен бас тартпадым. Келгенде оны вокзалдан күтіп алып, қонақ үйден орын дайындатқызып қойдым. Ресторанда тамақтандық. Ол маған көзін тігіп отырды. Тамақтанып болғаннан соң мен оны номеріне дейін шығарып салдым. Ол өзінің бөлмесінің номеріне қарап тұрып маған айтты: «Я здесь не хочу ночевать. Прошу тогда ко мне», дедім мен. Қысқасы, үйге бардық. «Болар іс болды ғой, мен сіздің әйеліңізбін», деді ол таңертең. «Иә, сен менің қатынымсың», дедім мен. Солайша ол маған 13 жыл қатын болды. Бірде командировкадан келсем, үйдің есігі ашық, іші жайрап жатыр. Үйде әйелім жоқ, кетіп қалған. Мен оны іздеуге асықпадым да, себебі ол өзінің затымен қоса менің жеке кітаптарымды да алып кеткен. «Сіздің қызыңыздың менің үйіме келгенде кір қара дамбалынан басқа түгі жоқ еді, ал 70 000 сомның дүниесін алып кетті. Кешірдім, сіздермен дауласпаймын да, жауласпаймын да, сау болыңыздар», деп трубканы іліп тастадым. Заң жүзіндегі 3-ші әйелім Ғайникамал Баубекова болды. Біз онымен ол қайтыс болғанша 12 жыл бірге тұрдық. Оның бірінші жолдасы Шахан Мусиннен Шапиға Мусина есімді қызы бар болатын. Біз онымен 17 жасында Алматыда танысқан болатынмыз. Алайда мен соғысқа, ол болса Семей театрына жұмысқа орналасып, сонда жас ақындар мен актерлердің, жазушылардың ортасына түсіп, Шахан Мусинмен
отау құрған болатын. Кейін онымен дауласып жүріп ажырасып, ал мен болсам партиядан сөгіс алып жүріп бас қосқан болатынбыз. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің деген сөз бар қазақта. Мына жеңгеңнің әкесі саудагер болған кісі, сауданы 2 рет істеген кісі, даладағы малды баға білген. Семейде 12 үй алған. Ол кезде қонақ үй жоқ. Келген кісілердің бәрі Бекеңнің салдырған үйіне тоқтайтын. Олардың аттарына жем шөп беру, қонақ ету керек. Олар қой сатуға келеді. Әкесі делдалдық жасаған. Содан капитал жасай білген. Жеңгең сол ортадан шығады. Осы себепті ол мені де аямайды. Ешкімге еш нәрсе берме, олардан алып қалдың тәрбиесін алған. Осы уақытқа дейін үйім бар, байым бар деген қатынды көргенім жоқ. Мен осыған үйленгенде 127 мың ақшам болды. Соңырада бірнеше мың сомды алдым, бірақ менің майда болғым келмейді. Бұл менің үлкен қатем. Ақшаға арамдығы әрі басқа жағының да арамдығы болды. Ол арамдықтың себебі бар. Порядочный әйелде 3 қасиет болу керек. Бірінші қасиет байын күте білу. Екінші қасиет үйін ұстай білу. Үшінші қасиет бала шағасын тәрбиелей білу. Осы үшеуі жоқ әйел емес. Жеңгеңде осы үшеуінің біреуі де жоқ. Чем это объясняется? Это объясняется вполне естественно. Сол школа бұл кісіні қатты бүлдірген. Эстрада дейтінің өзі глупая вещь. Киімін киіп шығады да «Открываем концерт народной артистки Шара» дейді. Содан кейін бұл кісі 3-4 ай командировкада жүреді ғой. Сөйтіп жүрген әйелден үйден хабар, байдан хабар, баладан хабар болмайды. Сандалумен жүреді. Содан бар бұл кісіде бай кім, бала кім, үй не деген түсінік жоқ болды. Ертеде мен бұл кісіге эстрадная дура деп анықтама берген болатынмын. Балаларының өзі анасын ненавидет. Аналық мерден қорғалған кісі. У нее невероятный эгоизм. Өзінен басқа ешкімнің қамын ойламайды. Бұл кісінің правиласын алсам, мен ғана аламын. Мен болсам көп ақша табатын адаммын. Ешкімнен бір тиынды алуды қаламаймын. Менің біреуге бергенімді жақтырмайды. Қазақта сөз бар, алыстың да берсі бар дейді. Бұл кісі оны түсінбейді. Тек ала берсем дейді. Өзі оңбаған формалистка. Маған былай дейді: мен Молдекеңнің келінімін, некем қиылған деп регистрацияны көлденең қояды. Мені қорқытады, соны негіз етіп. Тастап кет мені деп қояды. Менің документім бар қалтамда дейді. Обалы не керегі бар? Басқалары бүйтіп айтпаушы еді. Содан кейін бұл менің өлім тілеп жүр. Сондағы мақсаты Момышұлының жесірі болмақшы. Өзі есеп істеп алған. 36 сом өзінің пенсиясы бар. Мен өлсем 100 сом пенсия қосылады. Сол маған толығымен жетеді деп есеп қылып отыр. Сөйтіп мұның ниеті жаман, бұзық қатын екен. Мені тез өлтіру үшін тағы бір әдіс қолданып отыр. Мен сенің әжетіңе жарамай жүрмін ғой. Зұлқияны, не Захраны, қалаған қатыныңды қойныңа салайын дейді маған. Сондағы ойы не десеңші? Әлгі қатындармен шатысып арақ ішіп тез өлсін деп ойлайды ғой. Оған баратын мен ақымақ емеспін. Менің жасым 60-та. Мені алып бар жатқан еш нәрсе жоқ. Бір күні Шәуле істеді жеңгең. Шәуледе аз болып қалды. Шапиға үшеуміз отыр едік. Шапиға шешесінің Шәулесін жеп қойып, «Мама, я не наелась» деді. Шешесі: «Қарағым, бары осы еді» деді. «Давайте, я поем» деп тарелкадағыны асап-асап жеді. Это тоже, по-моему, настоящее зверство. Біздің дәстүрімізде өліп кетсе де үлкеннің алдындағысына қол созуға, жеуге болмайды. Бір күні жеңгең тағы да көже істеп, бірақ аз болып қалыпты. Шапиға мен жеңгең өз сыбағаларын жеп алды. Менікі тола еді. Екі көзі Шапидің менің тәрелкемде. Оны мен байқап отырмын. Менен сұрауға батпайды. «Мама, я не наелась». Бұл үйде адамға ұқсап тамақта жей алмайсың деп қояды. Мен тарелканы алдым да «На, еш яблоко» деп періп кеп жібердім. Ойбайлап тұрып қашты. «Ей, мұның қалай?» деп жеңгең араласты. «Мен қазақта мақал бар. Иттен ит туады, боқ жейтұғын. Малдан мал туады, шөп жейтұғын. Сен өзің ит екенсің ғой, осы балаларды туған. Тәрбиелеген мен емеспін, сенсің. Әрі-беріден соң екеуміздің тарелкамызға қол салу деген не деген сұмдық? Тағы да өзіңді текті жердің баласымын деп сипайсың. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны аласың деген қазақтың мақалы бар.
Мыналардың қылығы Мусин мен сенің тәрбиең ғой. Оңғанды көрсе бұлай етпес еді. Не деген әдепсіздік. Бұлардан ешкім еш нәрсені қызғанып отырған жоқ қой деп жеңгеңе қатты ұрыстым. Бірде ұйқыдан тұрсам, жеңгең жоқ. Сәскелік. Түстік дегеннен түк жоқ. Шапи, мамам қайда? Деп сұрады. Мен білмеймін. Өзім де аш отырмын, қайдан білейін деп ол міндетсіне бастады. Сондағысы өзін, қызын, тағы да басқа Москваға жіберуім керек екен. Как будто я всемогущий деп ойласа керек. Сен менімен ойнама дедім. Сенің әкең народный артист, шешең заслуженный. Мен саған 2-3 сом бермек едім. Мына сөзіңнен кейін 2 сом да бере алмаймын дедім. Алдымен сүйеніші жоқ қой деп аяушы едім. Сен менің кімім боласың дедім. Балам, немерем, шөберем емессің. 3 пайға тиген. Мен 4-шісімін. Менің өмірбаянымдағы ең қателескен жерім. Сен менің көзімше 4 пайға тидің. Енді қаншаға тиеріңді мен есептемеймін. Мен сені Москваға ертіп бармаймын. Ром өліп қалды, ал енді Герасимов деген киноның көсемі мені жек көреді. Мен де оны жақсы көрмеймін. Ол народный артист СССР екені рас. Ромға барсам, ол мені сыйлар еді, ал Герасимов мені сыйламайды. Вопросы симпатии, антипатии личные каждого человека. Мысалы, біз Алматыда 3 құлый бармыз. Шерхан маған антипатияда, мен де оны симпатизировать ете алмаймын. Оны қолдан өзгертуге болмайды. Бұл природаның законы. Ал сен Түктібайсың ғой, мен сені жек көремін. Себебі мысалы, қазір мен 60 шаққа келгенде қатты қиналамын. Себебі осы жасқа дейін мен әйелдерді түсінбедім. Ешкімге сенбеймін де, маған Құдай атағында шатағында аямапты, бірақ мені түсінетін қатын бермепті.